жұмыс жасаған болсаңыздар, бинарды білесіздер, иә? Екіншіден линия деп аталады. Үшіншіден реферальный бонус дейді. Реферальный деген жеке өзіңіздің шақырған личниктеріңіз. Міне, осылай, осы үш табыс көзін күнде аламыз. Оны қалай алуға болады? Міне мен сіздерге қазір көрсетейін. Қазір осы жерде жаңадан тіркелген қыздар біреу аттарыңызды айтыңыздаршы. Мен Үміткүл бүгін тіркелдім, 2 адам қойдым. Айта беріңіз. Енді айтайын, мінекей, Үміткүл ханым келдіңіз. Сіз бинарда табысқа жеткіңіз келсе, міне 2 адам шақырасыз. Дұрыс па? 2 адам, біреуіне сізде Роза тіркелді, иә? Екіншісіне, Роза деп кім ғой, кім еді сізге тіркелген кім ғой? Толқын ғой? Толқын, Салтанат. Міне Толқын келді, Салтанат тіркелді міне. Міне, Салтанат. Міне сізде бинар пайда болды. Оң жақ сол жағыңыздан бір адамнан келіп түсті. Бинарға компания қанша береді? Сіз өзіңіз 188 мың теңгеге тіркелген болсаңыз, қыздар бинардан 12 мың теңге түседі. Үміткүлге екіншіден, екі жағынан теңестік тұр. Теңескеннен кейін бізге мына линия жабылады. Мына линия жабылса, компания линияға сіздерге 38.400 теңге береді. Міне 38.400 теңге. Үшінші, Толқынды да Үміткүл өз шақырып тұр, Салтанатты да өз шақырып тұр. Яғни реферальный бонус. Каждый личный приглашенныйға компания 6 мың теңге береді. Екеуі де Үміткүлдің өзінің личнигі болғандықтан Үміткүлге 2 адамнан қанша түседі? 12 мың теңге. 6 мыңды 2-ге көбейтеміз. Міне. Енді қараңыз. Мына 3 ақсаны қосыңыздар. Қанша болады? 12 мың, 38.400 теңге, плюс 12 мың теңге. 62 мың. Міне 62 мың теңге. Міне Алла қаласа, міне 62.400 ертең сағат 4-тің кезінде, 3-тен кейін біздің уақытпенен сіздің кабинетіңізге 62.400 теңге түседі. Бар жоғы 2 досыңызға айттыңыз, дұрыс па? 188 мың теңге, 62 мың қайтты. Енді Салтанат өзінің подругасын, мамасын, бауырын, біреу шақырады. Толқын да барады да өзінің бір таныс подругасын шақырады. Сіздің оң жақ, сол жағыңыздан Үміткүл бір адамнан түсті ма? Сіз үшін бинар орындалды, яғни тағы да линия жабылады. Сіз даже бұл 2 адамды қыздар шақырмасаңыздар да, сіздерге бинар мен линия жабылғандықтан компания қанша береді? Бинарға 12 мың береді, линияға 38 мың береді да, сіз 50.400 аласыз. Бар жоғы қыздарыңыз бір адамнан әкеп тұр. Енді қараңыз, Үміткүл бар жоғы 188 салдыңыз. Екінші күні сізге 112 мың теңге бәсе алып тұрсыз. Салған ақшаңыздың 2-ден 1, 3-тен 1 бөлігін қайта алып отқаннан кейін сіз не істейсіз? Үшінші адамды табасыз да, басқа жаққа қоя алмайсыз. Бұл бинар ғой. Аласыздағы мына жерге Толқынның шақырған қызының астына біреуді қоясыз. Но бірақ ол жерде спонсор деген жерге сіздің бағанағы ID номеріңіз жазылады да, сіз 100-ін шығып қоясыз ба, 1000-ын шығып қоясыз ба, сіздің адамыңыз болып саналады ол. Мына жерге Салтанаттың астына келген қыз өзіне бір адам шықпайды. Сіз үшін не болды? Тағы да бинар мен линия жабылды, но біреу өзіңіздің адамыңыз. Сізге қанша түседі, Үміткүл? Бинарға жаңағы 12 мың түседі, плюс еще 6 мың. 38 мың линияға түседі, 38 мың линияға түседі. Плюс 6 мың өзіңізден түседі. Сонда қанша алады екенсіз? Қосайық енді ми жоқ бізде. 38 мың плюс 6 мың. 38 мың плюс 6 мың. 44 мың. Ойбай, 56 мың теңге түседі ғой. Жоқ, ана 12 мың тағы да. Тұрсыз ғой. 12 мың бинар. 12 мың линия, біреу өзіңіздің личнигіңіз 50 мың болды, 50 мыңға 6 мыңды қоссақ 56 мың түседі. Дұрыс па? 56. Міне, сонда бұлай қарап тұрсаңыз, Үміткүл бар жоғы 6 адам тіркеліп тұр артыңыздан, оң жақ сол жағыңыздан бір-біреуден ғана, дұрыс па? Сонда сіздің ақшаңыз қайтып тұр ма? Қайтып тұр. Ақшаңыз қайтып салған. Даже 6 адамнан қыздар, даже сіз бұл жерде мұна 2 адамды өзіңіз шақырдыңыз, қалған
командаңыз жауып тұр. Енді осы жерде салтанат өзі үшін 2 адам шақырады ғой, салтанатта сіз сияқты 62 мың теңге алмай ма? Яғни салтанатқа 62 мың 400 теңге түседі 2 адам жазса. Толқында өзіне 2 адам жазады, толқынға да 62 мың 400 теңге түседі. Ал сізге ше, сіздің астыңызда бағана біреуден-ақ бұлар жазып еді, 50 мың 400 түсіп еді, дұрыс па? Иә. Енді бұлар тағы екінші адамын қойып еді, сізге 12 мың теңге тағы бір бинар қосылады. Мына 50 мың теңгеге компания 12 мың қосады да, сізде қыздарыңыз сияқты 62 мың 400 теңге аласыз. Егер шақырған 2 қызыңызда 2 адамнан әкеңдер қыздар, әрбір шақырған 2 адамды әкеле алады. Давайте 2 адам әкеңдер, 2 аяғыңыз теңесіздер, 62 мың аласың десең, кез келген қыз өзінің 2 аяғын істей алады. Осылай әр келген партнеріңізге 2 адам алдыр әкелдіре алатын болсаңыз, бір адамнан екі адамнан сізге 62 мың теңге. Күшті ма? Күшті, иә? Енді үшінші мына жерге келген қызды екеуі шақырады, мына қыз екеуі шақырады. Уже анау астыңыз төмендеген сайын, командаңызда қыздарыңыз көбейген сайын, сіздің де бинарларыңыз көбейеді. Мына қараңыз, 1 бинар, 2 бинар, 3 бинар, артыңызда 4 бинар болып кетті. Жаңағы Салтанат пен Толқынның әкелген 2 қызы, 2 қыздан ғана әкелсе, сіз үшін 4 бинар пайда болады. Компания не істеді? 12 мың теңгені 4-ке көбейтеді. Сізге 48 мың теңге береді. Линияға 38 мың 400 теңге береді. Ал енді осы жерде сіздің өзіңіздің тастаған адамдарыңыз болса, қыздарға көмекке. Одан сіз қанша аласыз? 6 мың теңге аласыз, еді біреу тастасаңыз. Мүмкін сіз екеу үшеу тастайтын шығарсыз, мен оны білмеймін. Бір адам тастағанның өзінде, мына қараңыз, 86 мың 400-ге 6 мың болса, бір күндік табысыңыз 92 мың 400 теңге болды. Бар жоғы Салтанат пен Толқынның әкелсе. 92 мың 400 теңге, 62 мың 400 теңге, 62 мың 400 теңге. Қанша болып кетті ақшаңыз? 124 мың, 92 мың, уже 220 мыңдай ақша шықты. Сіз 217, 188 кіріп тұрып, ақшаңыз қайтып жатыр ма? Қайтып жатыр, иә. Сонда қараңыздар. Даже бір-ақ адамнан кейін, оң жағыңыздан бір адам, сол жағыңыздан бір-ақ адам түсіп тұрсын. Сіз үшін бинар мен линия жабылып кетеді да, 50 мың теңгені қыздар күнде аласыздар. Мен осы бизнеске неге келдім? Осы компания сіздерге бесконечно береді. Мен университетте сабақ берем, қыздар, мен математикпін, иә? Мен кандидат физмат наукпын өзім. Доцентпін. 350 мың теңге